Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты Танабаева Гүлмира Төлебаевна. Сіздерге мектеп жасына дейінгі балаға әдебиеттік білім беру пәнінен дәріс оқимын. Бүгін бізде 15-ші лекция. 15-ші лекцияның тақырыбы мектеп жасына дейінгі балаға әдебиеттік білім беруде Абай поэзиясының алар орны. Осы тақырып аясында бірінші мәселе Абай поэзиясының мазмұны жағынан тереңдетуші, түр жағынан жаңартушы ірі ойшыл. Екінші мәселе Абайдың табиғат лирикасы. Үшінші мәселе лирика ұғымын кеңейту. Яғни осы тақырып аясында осы мәселелерді қарастырамыз. Абай қазақ халқының рухани өмірінің айнасы. Ақын сөзі жас ұрпақ үшін ғибрат. Абай мақсатым тіл ұстартып өнер шашпақ өлеңінде жас өспірімдердің көңіл күйін оятуға күш жұмсайды. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін өлеңінде өзінің өлең жазудағы талабы мен мақсатын аңғартады. Абай өзі педагог болмаса да, Ыбырай Алтынсарин сияқты баланы оқытуға, тәрбиелеуге көп көңіл бөлген, оған зор мән бере білген. Баланы оқытудың да белгілі бір мақсаттары мен алдарына қоятын тілектері барын айтқан. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім дейді. Абай халық үшін туған ұл, халық үшін қызмет етсін дегенді басты міндет деп қояды. Абай ұлы жазушы, қоғам қайраткері, қазақтың бір туар азаматы. Абайдың поэзиясы қазақтың көркем поэзиясының биік шыңы десек болады. Қазақтың дана да дара ақыны. Абай балалар әдебиетін жасаушылардың бірі, ірі өкілі. Балаларға арнап біршама өлеңдер жазды, ақыл сөздер айтты. Балаларды өнер білімге шақырды. Абай өз өлеңдерін еріккеннің ермегі еткісі келмей, жастарға үлгі өнеге көрсету үшін жазатындығын алдын ала ескертіп өтеді. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқбарды ертегіні термек үшін, көкірегі сезімді тұлорамды жаздым үлгі жастарға бермек үшін дейді. Абай өлеңдерінің әрбір жолынан балаларға үлгі өнеге аларлық насихат белгілері көп табылады. Ол тек құрғақ насихат емес, өмір шындығына, келешекке жол тартады, бағыт сілтейді. Ғылым таппай мақтанба өлеңі шәкірттерді ғылым иесі болуға шақырады. 5 асыл іске ие болу керектігін айтады. Ғылымның жауы 5 нәрсе екенін ескертеді. Өтірік, өсек, мақтаншақ, еріншектік, мал шашпақтық ғылымның жауы дейді. Талаптану, еңбек ету, тереңнен ойлау, әр нәрсені байыбына жетіп іс істеу, адамгершілік белгісі деп үйретеді. Ғылым жолындағы қиындықтардан қорықпауға шақырады. Интернатта оқып жүр өлеңінде шен-шекпен үшін оқитындарды әшкерелейді. Әсемпаз болма әрнеге өлеңінде жас ұрпақты талапты болуға, өмірге икемді болуға үндейді. Қажыр мен қайраттың, талап пен ақылдың, еңбектің адамды ойлаған мақсатына жеткізетіндігін айтады. Оңай олжаға тап болуды, көздеушіліктің, еңбексіз күн көруді мақсат етушілікті адамды азғындататынын түсіндіреді. Абайдың табиғат лирикасы қазақ поэзиясының биік шыңы десек болады. Қазақ даласына бұрыннан бар саяси лирика жанрын дамытты. Лириканың махаббат, табиғат, көңіл-күй түрлерін қосты. Абайдың жылдың 4 мезгіліне байланысты өлеңдері барлығымыз білеміз. Оны балалардың бойына осы жылдың 4 мезгілмен сабақтастыра отырып ұғындыру қажет. Табиғат құрылысын адам өмірімен тығыз байланыстыра суреттейді
ақын. Көркем тілмен, орамды ықшам тілмен береді. Балалар ақынның қыс, жаз, жазғытұры, көз тәрізді табиғат өлеңдерін эстетикалық ләззат алып үйренеді, меңгереді десек болады. Яғни балалар осы өлеңдерді меңгере отырып табиғаттың көркем сырларын ұғынады. Құстар үнінен, жәндіктер тіршілігінен хабардар етеді. Абай жылдың 4 мезгілін, табиғаттың әсем көріністерін адам өмірімен тығыз байланыстыра суреттеу арқылы оны жастарға тіршілік тірегі деп түсіндірді. Адам өзіне қажетті барлық заттарды, жаратылысты зерттеу, игеру арқылы табатынын, адам өмірі соған байланысты екенін суреттейді. Адамды қуантатын да, бақытқа жеткізетін де еңбек процесі екенін практикадан да, өмірдің өзінен де көрген. Сондықтан да Абай жылдың 4 мезгілін еңбек процесіне байланыстыра білген. Абайдың қыс, жаз, көз, жазғытұрым деген өлеңдері аса қадірлеп сүйіп оқитын және балалар сүйсіне тыңдайтын өлең. Табиғаттың әсем көрінісін суреттеуде қолданған Абайдың шешен тілі, сөздік құрамы, әсем теңеулері балаларды таң-тамаша етеді. Соған сүйсінеді, сүйсінерлік істен үлгі алады. 1988 жылы жазған «Қыс» деген өлеңде Абай жылдың бір мезгілін былай суреттейді. Ақ киімді денелі ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы аққырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік аязбен қар, кәрі құдан қыс келіп әлек салды деп балалардың көз алдына адам бейнесін теңеулер арқылы жеткізеді. Өлеңнің кішкентай осы үзіндісін оқығаннан балалар Аяз атаны елестетеді, көз алдына елестейді десек болады. Енді Абай поэзиясындағы жалпы лирика дегеніміз не? Лирика шындықты адамның ішкі көңіл күйіне бөлеп, ойы мен сезімін астастыра суреттейтін терең психологиялық шығарма. Ол әдебиеттің Аристотель заманынан бері келе жатқан дәстүрлі үш тетігінің бірі. Көбі өлеңмен жазылады, сюжетке көп бара бермейді. Оқиғадан гөрі отты сезімге, бас аяғы тұжырымды философиялық ойға жинақталады. Лирика тілсіз түйсіктерге сөз береді. Оларды тар кеуденің қыспағынан, көркемдік өмірдің таза самалынан алып шығады да, ерекше өмірге бастайды. Лириканың бас қаһарманы ақынның өзі. Мұның эстетикалық қасиеті де, тәрбиелік күші де айрықша үлкен. Себебі бұл арада өлеңді жазған адамды оқыған адамға айналып, ақын мен оқырманның көңіл күйлері бір-біріне ұштасып, бірігіп, біте қайнасып кетеді. Яғни Абай поэзиясы лиризмге өте бай, терең ойға, тереңдікке бағытталған. Мектеп жасына дейінгі балаларға осы керемет лирикалық шығармаларды түсіндіру арқылы Абайдың көркем поэзиясынан ұғынуға бет аламыз. Қорыта айтқанда халық даналығы халық ауыз әдебиетінде. Ал халық ауыз әдебиеті балалар әдебиетінің негізі. Ал 19 ғасырдағы жазба әдебиеті осының іспеттес жалғасы. Сондықтан да даму кезеңдері бірінші кезекте балалар ауыз әдебиетінен тұрады. Махамбеттің отансүйгіштік жырларынсыз, Абайдың ғибраттық ой толғамдарынсыз балалар әдебиетінің көзге елестету мүмкін емес. Балалар әдебиетінің атасы Ыбырай Алтынсаринның шығармалары балалар әдебиетінің күре тамыры. Балаларда мектепке дейінгі кезеңде ана тілінің жүйесіне бейімделу жүзеге асады. Тілдің дыбыстық үні 6 жасар бала үшін оның табиғи қарекетіне жарасатыны ең басты алғышарт. 6 жасар бала ауызекі сөйлеу тілі, күрделі грамматикалық жүйесін едәуір жақсы дәрежеде меңгеріп алатыны соншалық, оның сөйлеп жүрген тілі ол үшін шын мәнінде ана тіліне айналады. Осы кезеңдегі көркем шығарманың иллюстрациялық кітаптардың алар орны
орнын көрсетті. Жалпы көркем әдебиет шығармалары балалар алдына адамға тән сезімдер дүниесін ашып, жеке адамға, кейіпкердің жан дүниесіне қызығушылық тудырады. Жалпы Абай поэзиясы бұл қазақ поэзиясының биік шыңы болғандықтан, мектеп жасына дейінгі балаларға осы поэзия туралы ой түсінік қалыптастыру, Абайдың кім екендігін ұғындыру өте маңызды болып табылады. Осы бойынша біз Шеген Ахметовтың кітабын және Абайдың өзінің шығармалар жинағын кеңінен пайдаландық. Рүстемованың қазақ балалар әдебиетінің хрестоматиясын пайдаландық, және де кеңінен пайдалансаңыздар болады. Құрметті білім алушылар, осымен біздің 15-ші лекциямыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.